Қараңыздар. Ол Алла Тағалаға жаңағы бойсыну. Алла Тағаланың құлы болу. Алла Тағаланың бұйырған нәрселері біз үшін маңызды болу керек. Дүниеге келудегі мақсатымыз Алла Тағала Құранда айтқандай: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудуни". Қараңыздар. Мен жаңағы жын мен адамзатты өзіме құлшылық қылудан басқа нәрсе үшін жаратпадым дейді. Мына аяттың өзінің мағынасына қарасаңыздар, мысалы, сөйлемді былай айтса да болады: мен жындар мен адамзатты өзіме құлшылық қылу үшін жараттым. Бірақ бұл жерде екпін қатты болып тұрған жоқ. Сондықтан айтады: мен жындар мен адамзатты өзіме құлшылық қылудан басқа нәрсе үшін жаратпадым дейді. Көрдіңіз? Мақсатыңды бекітіп ал деп отыр ғой Алла. Фa'лам аннаху ла илаха иллаллах. Ей пайғамбар, біліп ал, Алладан басқа тәңір жоқ. Ең бірінші осы нәрсе бекісін сенің жүрегіңде дейді. Дүниеге келудегі түпкі мақсатың Раббың. Раббыңның бұйырғаны, Раббыңа құлшылық қылу, Раббыңның разылығы. Міне осы нәрсе да. Екінші мәселе біз біліп алатын нәрсе. Дүние мен ақырет, қараңыздар. Құранның таразысына салған кезде қайсысы жеңеді? Ақырет. Көрдіңіз бе? Дүниенің ақыретпен салыстырғандағы құнын тану керекпіз біз. Құнын жаңағына біз естідік қой. Дүние құнсыз нәрсе. Мысалы, пайғамбарымыз салсам осы дүниені қайта-қайта түсіндіре беруді қалаған. Неге? Өйткені адам бұны бірден түсіне алмайды. Адам осы дүниенің ішінде өмір сүріп жатқаннан кейін бірден дүниеден жүрегін бүйтіп ажырата алмайды. Оны бірте-бірте айтып отырып, азат етіп алу керек жүрегін. Түсінесіз бе? Азат етілгенде сізді Алла Тағала кәсібіңізден, байлығыңыздан алып кетейін деп тұрған жоқ. Просто жаңағы байлығыңыз бұрын жүрегіңізде болған да. Ауыр демалатынсыз біреу ақша сұраса. Соны алып тастап жеңіл демалатындай қылайын деп тұр да. Сөйтіп қолыңа салып бермекші ананы. Қолыңда сен қожайынысың бұның. Бұл сенің қожайының емес. Бұрын ол сенің қожайының болған. Соны пайғамбарымыз салсам, егер де бір далада өліп қалған бір жаңағы лақты көрсе, бір өліп қалған бір есекті көрсе, бір өліп қалған бір жануарды көрсе, міндетті түрде жаңа сахабаларына сол жерде үлкен сабақ мысал беріп кететін да. Мысалы, бір лақтың қасынан иза ата Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам аля сахлатин мамбуза. Бір өліп қалған лақ жатты дейді. Қараңыздар. Сөйтіп қасында сахабалар бар. Сөйтіп келе жатты да жаңағы атарауна хазихи, қараңыздар. Мынаны көріп тұрсыңдар ма дейді. Асықпай. Я көріп тұрмыз я Аллахтың елшісі. Ханат аля ахлиха. Мынау сонда өзінің қожайынына керек болмай қалған ба дейді. Мысалды түсіндіру үшін. Қараңыздар. Мин хаваниха фаалқауха я Расулаллах. Сол керек болмағаннан кейін, құнсыз нәрсе болып кеткеннен кейін тастай салған ғой дейді. Сонда айтады: "Валлази нафси биядихи" дейді. Қараңыздар, пайғамбарымыз салсам сөзін. Алламен ант етемін. Жаным оның қолында дейді. Қараңыздар. Лад дуния, сөзсіз мына дүние дейді. Мына дүние тіршілігі ахуану алаллахи мин хазихи ала ахлиха. Мынау өліп қалған лақ өзінің қожайынына қаншалықты керек болмаса, қараңыздар. Қаншалықты бір нашар нәрсе, құнсыз нәрсеге айналып кеткен болса, естеріңде болсын. Мына дүние дейді, Алланың алдында тіпті құнсыз дейді. Мына өліп атқан лақтан да құнсыз дейді. Қараңыз қандай мәселені келтіреді. Осындай мысалдарды қайта-қайта келтіріп жүрген да, мысалы. Немесе кейде былай келтіретін: "Айухибу ахадукум айякуна хазихи лаху". Сендердің біреулерің ұнатасыңдар ма? Мынаны өзіңе алып алуға дейді. Өліп атқан нәрсені жаңағы. Сонда сахабалар: "Я Расулаллах, кайфа нухибу залика". Қалайша бұны біз ұната аламыз? Ва хуа майитун. Өліп қалған нәрсе ғой. Ва хуа ханат аля ахлика. Өзінің қожайынына да керек қоймаған құнсызданып қалған нәрсе емес па бұл? Көрдіңіз бе? Сосын жаңағындай сөзді қайтадан айтады да. Ад-дуния ахуану алаллах. Бұл дүние Алланың алдында тіпті құнсыз нәрсе дейді. Көрдіңіз қандай мәселе? Сондықтан дүние мен ақыретті салыстырып, ақырет сіздің алға шығатын нәрсе. Мына Абай атамыз айтады өзінің қара сөздерінің бірінде дейді. Бірінде. Ешбір адамның жүрегінде дейді, қараңыздар. Ешбір адамның жүрегінде дүние мен ақыретке деген қуаныш тең ұсталынбайды дейді ол.
түсіндіңіз ба? Тең ұстанылмайды дейді. Екі қуаныш, екі мұң, екі қайғы тең дәрежеде бола алмайды дейді. Егер кімде-кім дүниенің де ақыреттің де қор болмайын деп білгісі келсе дейді, жаңағыдай қор болуды қаламаса, онда біліп алсын дейді. Сол өте енді батырып айтады ол кісі. Жаңа мына сөзінде мысал қараңыздар, егер де кімнің жүрегінде дейді, жаңа дүниеге деген қайғысы, ақыретке деген қайғысынан артық болып кетсе, кімде-кімнің жүрегінде дүниеге деген қуанышы, ақыретке деген қуанышынан артық болып кетсе, онда ол мұсылман емес дейді. Көрді? Мұсылман емес дегенде, яғни бір Аллаға бойұсынып жүрген адам емес дейді ол. Ол түсіндім, білдім, енді өзімді жеке қалдыр деген адам деген мағынада. Енді ойлап көріңіз, біз Аллаға бойұсынушы екенбіз дейді, сөзінің соңында. Көрдіңіз бе? Өзіңіз ойлап көріңіз дейді, біз Аллаға бойұсынушы екенбіз дейді да. Қандай мәселе да. Соқтан ақырет сізді басқаратын нәрсе. Жаңа Абу Дарданы көрдіңіз ғой, дүниеде жүр, пайдаланасыз. Абу Бәкірде байлық болмады ма? Қараңыздар қандай мәселе. Бірақ хақпен байланысқан дүниеде оныкі. Мына ақша табады, анау жерде Билал қиналып жатыр екен, барады да Билалды сатып алады. Билал туысқан емес оның. Бірақ хақ деген бағанаға байланыс, бұл сондай бір нәрсе екен да ол. Сондай бір ерекше байланыс екен. Анау қиналып жатқан құл, және ол. Түсіндіңіз бе? Сол Билалды барып ақшасын беріп сатып алады да, сосын анта хуррун ливачхилла дейді, қараңыздар. Алланың дидарын көздеген түрінде сен боссың. 4-5 әйел адамды да сөйтіп күңдіктен сатып алып азат етіп жіберген. Мысалы, егер біздің біреуімізде 100 мыңға машина алайын деп тұрсақ, мысалы, көрдіңіз бе қандай мәселе? Ешкім көңілін алмасын. Бірақ жаңағы ақиқат Аллаға жақындатқысы келеді да адамды. Сөйтіп ақыретіңді бай қылғысы келеді да. Сондықтан 100 мың ақша тұрса, 100 мыңға қазір машина алайын деп. Жарайды, жоқ дегенде 50 мың ала сал да. Қалған 50 мыңына 15 мың, 20 мыңнан бір 3 туысқан бауырыңды машина мінгізіп жібер. Сосын айт, Аллаға шүкір етіңдер, намаз оқыңдар. Өзің мініп аласың, жарайды. Не пайда бұдан? Оны жаңағы аяттан құтыламаймыз біз. Тафахурун. Сен мақтанышқа кіріп кеттің дейді. Алла ұстап алады ан жақтан болды. Болды, сен о жақтан шыға алмайсың. Ал жаңағы нәрсе болса, көрдіңіз ба? Сіз құтылып кеттіңіз. Жаңа айттық, екі үлкен үй бар деп. Мына кісінің үйі жаңағы мақтаныш үшін салынған болса, сізде де үлкен үй болсын. Бірақ сіздің үйде Алла Тағала зікір етіледі. Сіздің үйде Құран оқылады. Сіздің үйде бір жолда қалып қойған біреуді алып келіп, қонақ қылып не етіп, бүйтіп, кірін бүйтіп өзің жуа саласың да, мысалы. Сосын ертеңіне шығарып саласың. Кім бұндай нәрсені істей алады? Әрине бұл жерде ақыретті көздеген адам ғана істей алады. Дүниені көздеген адам ешқашан істей алмайды бұны. Қайтып істейсің оны? Көрдіңіз бе қандай мәселе? Бауырларыңызды бір дастарханға шақырып, уағыз айтып дегендей мәселе. Ан жақта әйеліңіз жаңағы асханада жұмыс істеп, тамақ пісіріп, ол құлшылық түгел нәрсе ол. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сосын шығады үйден. Барлығы алата уағыз естіп шығып кетті. Сіздің үйіңіз сол арқылы алғысқа еленеді да. Түсіндіңіз ба? Ана жақтағы үй, ол бағанаға ад-дуния малғуна, дүние қарғылған деген үкімнен шыға алмайды ол. Қараңыз қандай мәселеде. Сондықтан өзіңізді байқаңыз, сіздің құныңыз не? Сіздің құныңыз дүниеге келудегі түпкі мақсатыңызбен анықталады бірінші. Егер сіздің түпкі мақсатыңыз Раббыңыз болса, онда міне сіздің құныңыз қандай дүниеде. Екіншіден, ақырет сізде дүниеден артық тұрады. Міне сіздің құныңыз қандайда. Үшіншіден, осы намазды бастаған кездегі өміріңіз бұрынғы өміріңізден сондай күшті, және бұрынғы өміріңіз сондай жиіркенішті. Міне сіздің құныңыз. Көрдіңіз қандай мәселе? Исламның ақиқаты да бұл. Соқтан бағанағыдай айтқай, дүниенің ішіндегі жаңағы кереметтер Алла Тағаланы еске алу деген нәрсе өте маңызды нәрсе. Мына Алла Тағала өз Құранда айтқандай, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира. Қараңыздар, Алла Тағала бізді жаратты, бізді жақсырақ біледі бізді. Сондықтан бізге айтады, Алла Тағаланы, ей иман келтіргендер, Алла Тағаланы өте көп еске алыңдар. Енді еске алудың өте маңызды бір жемісі бар екен да.
енді оған жететін нәрсе жоқ мына әлемде. Қандай жұмыс істейтін болсаңыздар, фаскуруни азкуркум дейді. Қараңызшы қандай мәслихат Алла. Мен еске алыңдар, мен сендерді еске аламын дейді. Егер сізді Раббыңыз еске алып жатса, зікір деген кезде тек қана жаңағындай бір субханалла, субханалла, субханалла деп бүйтіп айтып отырып, сосын біреу жаңа қарыз сұрақ қойса, менде жоқ, кешіріңіз дей салу деген ол нәрселер емес ол. Сіз зікірді Алланы еске алған кезде Раббыңның сізді еске алуын сұрап отырсын жүрегіңізді. Егер ол сізді еске алса, сіз болды. Сізден бақытты адам жоқ. Раббыңыз еске алса сізді де. Соқтан айтады, фаскуруни аскуркум. Сендер мені еске алыңдар, мен сендерді еске аламын дейді Алла Тағала. Мән закарани фи нафсихи, закартуху фи нафсихи. Қараңыздар. Кімде-кім мені жеке отырып еске алса, жалғыз өзі отырған кезде, мен де оны жеке еске аламын дейді. Ва мән закарани фил мәләи. Ал кімде-кім мені қоғамның ішінде еске алса, закартуху фи мәләин хойрун минхум дейді. Мен олардан да хайырлы бір топқа еске аламын дейді оны. Яғни періштелерге. Түсіндіңіз бе? Ана періштелерге Алла Тағала сіздің атыңызды еске алып жіберсе егер, ана періштелер сізге сондай дұғалар кетеді сізге. Түсіндіңіз ба сіз? Сіздің қалтаңызда мүмкін тиын жоқ шығар сол күні. Мәселе Раббыңыздың қасында сіздің маңыздылығыңыз, мәніңіз қандай сіздің? Өмірге келгенде, өмірде өмір сүріп жатқандағы мәнің, құның қандай? Осы нәрсе. Сосын тағы келесі ақиқат біз білетін. Нақты, өлім нақты болады. Өлім деген нақты болады. Мұса алейхиссалам мысалы айтқан бір сөздерін келтіреді тәфсір кітаптарында. Мұса алейхиссалам айтады екен, өлетінін біліп күліп жүрген адамға таңғаламын деген ғой. Қараңызшы, қандай бір сөйлемді шындықты таныған адамның аузынан шыққан сөзді мысалы Мұса алейхиссалам. Өлетінін біліп күліп жүрген адамға таңғаламын дейді мен. Несіне күліп жүр дейді ол? Қараңыз, не дайындапты сонда күлетін? Күллі нәфсин зайқатул маут. Біліп алыңдар дейді. Күллі адам баласы өлімді татады дейді. Иннама туаффауна уджуракум яумал қияма. Сосын сыйлықтарының барлығын тек қиямет күні аласыңдар дейді. Әрдайым дұға тілеп жатқан кезде осы дүниедегінде бүйтіп нете бермеңіздер. Толық сыйлықтарыңды қиямет күні бірақ аласыңдар дейді. Егер Алла Тағала сізге қаламаса бұл дүниеде бір сұрап жатқан нәрселеріңізді бермеуді, ол сізге хайыр, есіңізде болсын. Сіз соны мойындау керексіз. Әйтпесе дұғаңыз тоқтап қалады. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сол қиямет күні кім келіп, фәмән зухзиха анин нари. Кімді біз тозақтан алыстатып әкетіп, қараңыздаршы қандай нәрсе. Ва удхилал жанна, жаннатқа кіргізіп жіберген болсақ, фақада фаз. Міне жеңген адам дейді. Міне табысқа жеткен деген нәрсене. Соқтан бұл дүниедегі әрбір жетістік, ол Алланың қасында жетістік деп аталмайды. Соны біз білейік.